Қазақта айта айта алтайды деген сөз бар. Асыл апайдың әңгімесін тыңдап отырғанда осы сөз еріксіз еске түседі. Өйткені оның көтеріп жүрген мәселелерінің жасы бүгінгі кейбір жастардың жасымен шамалас. Ол бұл туралы кеше ғана айта бастаған жоқ. Бірнеше 10 жылдық бұрын айтты. Кейін де айтты. Қазір де айтып жүр. Жылдар өткен, ел өзгерген, бірнеше буын өсіп шыққан. Бірақ Асыл апай қайта-қайта оралатын тақырыптар өзгермеген. Тіл, тәрбие, отбасы, қоғам. Қазақ тілі деп сонау кеңес үкіметінің кезінен бері айтып жатырмын. Әсіресе біздің алғашқы тіл заңы қабылданған кезден ақ 89-дан бері қарай қайта құрудан содан ал тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында тілге дегенде неге мына елге сүйіспеншілігім қоғамға да не ынтамыз да ықыласымыз да зор болды жаңа. Қазақстанда тіл туралы пікірталас жаңа емес. Бұл тақырып тәуелсіздікке дейін де көтерілді. Қазір де көтеріліп келеді. Бірақ Асыл апай үшін бұл әңгіменің бастауы саясаттан бұрын өмірдің өзімен байланысты. Мен қазақ деген халықтан көрген жақсылығы үшін, мейірімділігі үшін, қайырымдылығы үшін біздің бала кезінде анасыз болсақ та көрші қолаңның арқасында, қазақтың арқасында бөлген жоқ, жарған жоқ. Бізді мәпеледі, бөлмеді, жармады, өз перзіндей көрді, мейірімділік жасады, қайырымдылық жасады. Енді мен де адам баласымын, менен де бір қайтарым болу керек қой. Сұхбат барысында ол балалық шағын бірнеше рет еске алады. Анасынан ерте айырылғанын айтады. Өзіне қамқор болған адамдарды еске алады. Сол естеліктердің арасында қазақ отбасылары да бар. Қазақи тәрбие де бар. Қазақи орта да бар. Мен анасыз өстім, бірақ менің әкем бізге айтатын, сендер далада қазақша сөйлесіңдер, үйде әзірбайжанша сөйлесіңдер. Өйткені келім кетім болады, мені кінәлайды, сендерді анасыз өсіріп отырмын дейді. Бәлкім сондықтан шығар, оның әңгімесі тілмен басталғанмен көбіне адам туралы болып кетеді. Қазақтың тілінің қажеттілігін арттыру керек. Одан кейін сұраныс болу керек. Оған талап болу керек. Сонда ғана адамда ниет болады. Тіл туралы көзқарастар әртүрлі. Біреулер үшін ол ұлттық болмыстың өзегі, біреулер үшін жеке таңдау. Асыл апайдың өз жауабы бар. Ниет болмаған жерде еш нәрседе болмайды. Мені тілді білу бар, ол аз. Тілді меңгеру керек, ол да аз. Тілді жан дүниеңменен осы елдің азаматы болғаннан кейін қабылдауың керек. Қабылдау да аз, орындау керек. Яғни ата заңымызда, тіл заңында мемлекеттік тіл, қазақтың тілі болғаннан кейін баршамызға ортақ тіл, соны бәріміз білуіміз керек. Міндеттіміз, парызымыз ол. Енді соған мысалы 30 жылдан бері асты, әлі не жоқ. Дегенменен бұрынғыға қарағанда қазіргі ілгерілеудің барлығына мен жоққа шығармаймын. Өйткені өздері де сөйлейді, ал сонан кейін жастардың арасында да ынталылары бар, талаптылары бар, шын елін жерін сүйгендігі бар. Осы елдің қалай болған күнде де ниеттері бар. Бірақ біз сондай талапты балаларымыз көріп, талаптың таңдай білуіміз керек. Сол таңдағаннан кейін оны қолдай білуіміз керек. Ал енді біз не таңдап жатқан жоқпыз, не ол дарынды ерекше адамдарды мемлекетке, қоғамға, елін, жерін сүйетін патриоттарымызды қолдай алмай тұрмыз. Міне біздің жетіспей жатқан. Сіз білесіз ба, менің өзімнің түсінігімде шетел ең қиын тіл Қытай тілі менен хинди тілі. Енді сол тілді оқуға жіберген балаларымыз бірақ жылдан меңгереді. Не үшін меңгереді? Не үшін меңгереді? Нені соны кішкене ойлап салыстырмаймыз ба? Онда қажеттілік бар балаға. Сонан кейін ол баладан талап бар, сұраныс бар. Балада содан ниет пайда болады да. Бірақ ол тіл туралы айтқан сайын әңгімені отбасыға бұрады. Менің қазағым бүгінде бір дастарханда бала шағасымен отырып, өзінің ана тілінде сөйлеспей тұр. Енді бүткіл қазақты кінәламаймын, дегенмен сондай қазақ көп болып тұр. Соған өзге де соған еліктеп, талап сұраныс болмағаннан кейін тіл өз дәрежесінде болмай отыр. Өз тұғырына қонбай отыр. Сол мені ашындырады. Асыл апайдың сөзінде дастархан жай ғана дастархан емес, ол қарым-қатынастың белгісі сияқты.
ұрпақтардың бір-бірін тыңдауының белгісі сияқты. Баланы тәрбиелеп отырған ата анасы емес, балаларды тәрбиелеп отырған мына қу телефон. Енді соны бір кішкентай жүйеге келтіруімізге болады ғой. Ата ана түсіндіруіне болады ғой. Менің кейбір таныстарым бар. Балаларына сағаттап қана телевизорды көрсетеді, сағаттап қана телефон барады. Неге бәріміз сондай жүйені не қылмаймыз? Телефонға қараймыз, баламызға қарамаймыз. Мен жүріп келе жатып, мына баласы артында еріп келе жатыр, алдында ол телефонға қарайды. Кейбіреулеріне айтамын, анам телефон артық па, саған балаң артық па деймін. Сонда енді маған қарсы келетін ешкім жоқ. Оғанда көптен көп рахмет, сыйлағандары шығар. Бірақ негізі ұлттың қасиетіне, бойындағы адами асыл қасиетіне ерекше мән беруіміз керек дегенді айтқан болар едім. Ол жиі тәрбие туралы айтады, бірақ тәрбие туралы сөз қозғағанда мектептен бұрын отбасын айтады. Тәрбие ұлттық болу керек. Тәрбиені қазіргі қоғамда бірінші орынға қоюымыз керек. Мен осы жаңа ата заңымызда заң және тәртіп дегенге тәрбие дегенді қосыңыздар деп айтып едім, бірақ оны тыңдамадау деймін, білмеймін. Бірақ қазіргі таңда тәртіпті бірінші орынға қоюымыз керек. Ол тәртіп әрбір елдің, әрбір қоғамның жетіспей жатқан жағын жетілдіретіндей етіп, сондай ұрпаққа тәрбие беруіміз керек. Асыл апайдың ойларымен келісетіндер де бар, келіспейтіндер де бар. Бірақ оның көтеріп жүрген сұрақтары жаңа емес. Мемлекеттік тілдің орны қандай болу керек? Ұлттық тәрбие дегеніміз не? Қазақ қоғамын не біріктіреді? Бұл сұрақтар қоғамда әр кезеңде әртүрлі қойылып келеді. Асыл апай өзін сырттан бақылаушы ретінде көрсетпейді. Сұхбат барысында ол бірнеше рет өзін осы қоғамның бір бөлігі ретінде айтады. Қазақтың дерті менің де дертім. Өйткені мен осы елдің несін азаматымын. Соны ұға білуіміз керек. Осы елде болса ерінге тиеді деп қазақ босқа айтпаған. Қазақтың біз егер жақсы мен жаманды ажыратпайтын болсақ, онда өтірік бірін-бірімізді мақтайтын болсақ, онда жақсылық апармайды бізді. Тек біз ана жақсыларды жақсы мен жаманды екеуін ажырата білмесек, онда біз жамандардан арыла алмаймыз жаным. Мен сондықтан осындай жақтарға теңген. Өйткені қазақ бүткін барлығына теңдікте қараған. Тәрбиеге бәрі бірдей қараған. Үлкенді сыйлаған, кішіні қадірлеген, құрметтеген, жартыны жарып, бүтінді бөліп жеген, бір дастарханда, бір тумасата туғандай болып келген, тіпті өзге ұлттың өкілін бауырына басып өсіріп сөйткен. Енді ал сол әдетіміз бар ма біздің қазір? Сондайлардың алшақтап бара жатырмыз. Ол ондаған жыл бойы бір сұрақтарды қойып келеді. Уақыт өзгерді, буын өзгерді, Қазақстанда өзгерді. Бірақ Асыл апайдың жазған мақалаларын ақтарсаңыз, сол сұрақтардың көбі бүгінде өзекті болып көрінеді. Тілі жоғалтқан ұлттың өзі жоғалады ғой, сөзі жоғалған ұлттың өзі жоғалады ғой. Бұл Асыл апайдың көзқарасы. Ол бұл туралы ондаған жыл бойы айтып келеді. Ел оны қаншалықты естіді? Бұл сұрақтардың жауабын әркім өзі іздейді. Сөзден құдіретті еш нәрсе жоқ. Сөз ең берік ескерткіш сөз. Бүткіл ескерткіштер бұзылып кетеді, бірақ сөз ескерткіші мәңгілікке қалады.